Мен бұл әңгімені айтуға оңай келмедім. Себебі бұл жай ғана біреудің сатқындығы емес, менің өмірімнің екіге бөлінген сәті. Бұрын мен өзімді бақытты адам деп ойлайтынмын. Үйім бар, жанымда сүйген әйелім бар, екеуміз тыныш өмір сүріп жүргендей көрінетінбіз. Үлкен дау-дамайсыз, үлкен қиындықсыз күндер өтетін. Бірақ сол тыныштықтың ішінде мен байқамаған жарықшақ біртіндеп үлкейіп келе жатқан екен. Бәрі біртіндеп өзгерді. Әйелім бұрынғыдай ашық емес болды, телефонға көп үңілетін, кейде себепсіз сыртқа шығып кететін. Басында мән бермедім, сенім бар еді. Бірақ адам сезеді ғой, арада суықтық пайда болғанын байқадым. Маған деген көзқарасы өзгерді, бұрынғыдай жылы сөздер азайды. Үйде бірге отырсақ та, арада бір көрінбейтін қабырға тұрғандай болды. Сол кезде де өзіме мойындатқым келмеді. Жұмысқа шаршаған шығар, көңіл күйі жоқ шығар деп өзімді алдадым. Бірақ шындық бәрібір жасырынып қала алмайды екен. Бір күні бәрі ашылды. Мен жұмыстан ертерек қайттым. Үйге кірсем, ол жоқ. Телефоны үстелде жатыр екен. Кездейсоқ емес, бір нәрсе ішімді түртіп, сол телефонды қолыма алдым. Ашып қалдым, сол сәтте өмірім тоқтап қалғандай болды. Бөтен еркектен келген хабарламалар, жылы сөздер, кездесулер туралы жазбалар бәрі анық көрініп тұрды. Ешқандай түсіндірме қажет болмады. Мен бірден ештеңе істеген жоқпын. Тек отырдым. Ішімде бір дүние қирап жатқанын сездім. Ашуланған да жоқпын, айқайлаған да жоқпын. Тек ауыр тыныштық болды. Ол кешке үйге келгенде мен бәрін түсінгенімді бір-ақ сөйлеммен айттым. Ол басын төмен түсірді. Алғашында жоққа шығарғысы келгендей болды, бірақ кейін бәрін мойындады. Айтқан сөздері әлі есімде. Мен өзімді де түсінбей қалдым деді. Бірақ ол сөз мені тоқтатпады, керісінше ішімдегі соңғы үмітті өшірді. Сол түні ол заттарын жинады. Мен ұстамадым. Себебі бір нәрсе анық болды, ол адам менімен бірге ішкі жағынан әлдеқашан кетіп қалған. Есіктен шыққанда мен тек қарап тұрдым. Артынан жүгіргім келген жоқ, ұстап қалғым келген жоқ. Өйткені сенім кеткен жерде махаббат та тұрмайды екен. Кейінгі күндер өте ауыр өтті. Үй тым тыныш болып кетті. Бұрынғы естеліктер қабырғада емес, жүрегімде ілініп тұрғандай сезілді. Кейде бір бөлмеге кірсем, оның күлген дауысы естілетіндей болады. Бірақ ол тек естелік еді. Бірнеше апта өткен соң ол қайта хабарласты. Кездесіп сөйлескім келеді деді. Мен ұзақ ойландым, бірақ келістім. Біз бұрын жиі баратын кафеде кездестік. Ол өзгерген, шаршаңқы көрінді. Көзіне қарау қиын болды. Ол кешірім сұрады, түсіндіруге тырысты, өкінішін айтты. Бірақ мен оның сөздерін тыңдасам да, ішім қабылдамай тұрды. Себебі сатқындық болған жерде түсіндіру кеш келеді екен. Ол менен бір мүмкіндік сұрады. Мен үндемедім. Ұзақ үнсіздіктен кейін ғана бір нәрсе айттым. Мен сені кешіре алмадым, бірақ одан да маңыздысы, енді сенімен бірге өмір сүре алмаймын дедім. Сол сәтте бәрі аяқталды. Ажырасу ресми түрде болды. Қағазға қол қойған кезде мен өзімді босап қалғандай сезіндім. Бір жағынан ауыр, бір жағынан жеңіл. Бірақ ең бастысы, бұрынғы өмір енді жоқ еді. Уақыт өтті. Жара бірден жазылмайды екен. Кей түндері бәрі қайта оралатын, ойлар мазалайтын. Бірақ күндер біртіндеп мені алға сүйреді. Жұмысқа көбірек берілдім, адамдармен араласу көбейді. Бір күні кездейсоқ кітап дүкенінде бір адаммен таныстым. Ол қарапайым ғана сөйлесті, бірақ сол қарапайым әңгіме мені ұзақ уақыттан бері алғаш рет ауыр ойлардан алыстатты. Мен бірден бәрін ұмытып кеткен жоқпын. Бірақ өмір қайта қозғала бастады. Ескі жара бар екенін білсем де, ол енді мені бұрынғыдай құлатпайтын болды. Бір күні бұрынғы әйелім қайта хабарласты. Сағынғанын айтты. Бірақ мен ішімнен бір нәрсені анық түсіндім. Сағыныш өткенді қайтармайды. Ол тек естелікті ғана қозғайды. Мен оған ренжулі емеспін деп айта алмаймын, бірақ енді сол өмірге қайтып барғым келмей. Қазір мен өткенді алып жүрмеймін. Бірақ оны ұмытқан да жоқпын. Ол мені өзгертті. Ауыр болса да бір шындықты үйретті. Сенім бір күнде бұзылады, ал оны қайта жинау әрдайым мүмкін емес.
Мен оны кешіре алмадым. Бірақ өмір тоқтаған жоқ. Тек мен бұрынғы адам емес болып қалдым. Сол жағдайдан кейін мен ұзақ уақыт өзіммен өзім күрестім. Сырт көзге бәрі қалыпты сияқты. Жұмыс, үй, күнделікті тіршілік. Бірақ ішімде үнемі бір бос кеңістік жүрді. Ол бос орын кейде қатты ауыртады, кейде мүлде сезілмей қалады. Бірақ ешқашан толық жоғалып кетпейді екен. Кей түндері ұйықтай алмай шығамын. Терезеге қарап отырып, өткен өмірді қайта-қайта ойлаймын. Егер солай болмағанда ше? Деген сұрақ басымды жейді. Бірақ қанша ойлансам да жауап өзгермей. Өткенді түзету мүмкін емес. Адам ең қатты қиналған кезде өз-өзін кінәлай бастайды екен. Мен де сол кезеңнен өттім. Мен жеткілікті көңіл бөлмедім бе, менің салқындығым әсер етті ме? Деген ойлар мазалайды. Бірақ уақыт өте келе бір шындыққа көзім жетті. Ешқандай жағдай сатқындықты ақтап алмайды. Қателік болуы мүмкін, түсінбеушілік болуы мүмкін, бірақ саналы түрде жасалған опасыздықтың салмағы бөлек. Бір күні кездейсоқ бұрынғы әйелімді көріп қалдым. Көшеде алыстан ғана. Ол мені байқамады. Бір сәт тоқтап қалдым. Жүгіріп барып сөйлескім келмеді, ашуланғым да келмеді. Тек қарап тұрдым. Ол басқа өмірге үйреніп кеткен сияқты көрінді. Ал мен оның өмірінен баяғыда шығып кеткен адамдай болдым. Сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Біз енді бір-біріміздің өмірімізде жоқпыз. Бірақ естелік ретінде ғана қалдық. Және бұл қалыпты нәрсе. Уақыт өте келе мен өзімді қайта құра бастадым. Бұл бірден болған жоқ. Бір күні жақсы сезінесің, келесі күні қайта құлайсың. Бірақ біртіндеп ауырлық азаяды. Адам бәріне үйренеді екен, тіпті ауыртатын нәрселерге де. Мен енді жалғыздықтан қорықпайтын болдым. Керісінше, жалғыздық маған өзімді түсінуге мүмкіндік берді. Бұрын мен тек біреумен бірге болғанда ғана бақытты боламын деп ойлайтынмын. Қазір түсіндім. Адамның ішкі тыныштығы ең алдымен өзімен басталады. Бірте-бірте мен жаңа адамдармен сөйлесе бастадым, жаңа ортаға бейімделдім. Біреуге бірден сену оңай емес, бірақ мүлде сенбеу де дұрыс емес екенін ұқтым. Өмір тоқтап қалмайды, тек сен қалай қабылдайтыныңа байланысты өзгереді. Кейде өзіме қарап ойланамын. Мен сол бұрынғы адам емеспін. Иә, бір нәрсе сынған, бірақ сол сынған жерде мен жаңа күш таптым. Ең бастысы, ішімде ашу бұрынғыдай билік жүргізбейді. Ол бар, бірақ ол мені басқармайды. Ал кешіру мәселесіне келсек, мен оны толық кешірдім деп айта алмаймын. Бірақ енді ол ауыртпайды. Кешірмеу мені іштен жеп тастамайды. Мен оны өткен ретінде қабылдадым. Және өткен жерде қалуы керек. Қазір мен өмірге басқа көзбен қараймын. Бәрі мінсіз емес, адамдар қателеседі, сезім өзгереді. Бірақ соның бәріне қарамастан өмір жалғасады. Мен бір нәрсені нақты түсіндім. Кей адамдар сенің өміріңде мәңгі қалу үшін емес, сені өзгерту үшін келеді екен. Сол жағдайдан кейін мен ұзақ уақыт өзіммен өзім күрестім. Сырт көзге бәрі қалыпты сияқты. Жұмыс, үй, күнделікті тіршілік. Бірақ ішімде үнемі бір бос кеңістік жүрді. Ол бос орын кейде қатты ауыртады, кейде мүлде сезілмей қалады. Бірақ ешқашан толық жоғалып кетпейді екен. Кей түндері ұйықтай алмай шығамын. Терезеге қарап отырып, өткен өмірді қайта-қайта ойлаймын. Егер солай болмағанда ше? Деген сұрақ басымды жейді. Бірақ қанша ойлансам да жауап өзгермей. Өткенді түзету мүмкін емес. Адам ең қатты қиналған кезде өз-өзін кінәлай бастайды екен. Мен де сол кезеңнен өттім. Мен жеткілікті көңіл бөлмедім бе, менің салқындығым әсер етті ме? Деген ойлар мазалайды. Бірақ уақыт өте келе бір шындыққа көзім жетті. Ешқандай жағдай сатқындықты ақтап алмайды. Қателік болуы мүмкін, түсінбеушілік болуы мүмкін, бірақ саналы түрде жасалған опасыздықтың салмағы бөлек. Бір күні кездейсоқ бұрынғы әйелімді көріп қалдым. Көшеде алыстан ғана. Ол мені байқамады. Бір сәт тоқтап қалдым. Жүгіріп барып сөйлескім келмеді, ашуланғым да келмеді. Тек қарап тұрдым. Ол басқа өмірге үйреніп кеткен сияқты көрінді. Ал мен оның өмірінен баяғыда шығып кеткен адамдай болдым.
Сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Біз енді бір-біріміздің өмірімізде жоқпыз. Бірақ естелік ретінде ғана қалдық. Және бұл қалыпты нәрсе. Уақыт өте келе мен өзімді қайта құра бастадым. Бұл бірден болған жоқ. Бір күні жақсы сезінесің, келесі күні қайта құлайсың. Бірақ біртіндеп ауырлық азаяды. Адам бәріне үйренеді екен, тіпті ауыртатын нәрселерге де. Мен енді жалғыздықтан қорықпайтын болдым. Керісінше, жалғыздық маған өзімді түсінуге мүмкіндік берді. Бұрын мен тек біреумен бірге болғанда ғана бақытты боламын деп ойлайтынмын. Қазір түсіндім. Адамның ішкі тыныштығы ең алдымен өзімен басталады. Бірте-бірте мен жаңа адамдармен сөйлесе бастадым, жаңа ортаға бейімделдім. Біреуге бірден сену оңай емес, бірақ мүлде сенбеу де дұрыс емес екенін ұқтым. Өмір тоқтап қалмайды, тек сен қалай қабылдайтыныңа байланысты өзгереді. Кейде өзіме қарап ойланамын. Мен сол бұрынғы адам емеспін. Иә, бір нәрсе сынған, бірақ сол сынған жерде мен жаңа күш таптым. Ең бастысы, ішімде ашу бұрынғыдай билік жүргізбейді. Ол бар, бірақ ол мені басқармайды. Ал кешіру мәселесіне келсек, мен оны толық кешірдім деп айта алмаймын. Бірақ енді ол ауыртпайды. Кешірмеу мені іштен жеп тастамайды. Мен оны өткен ретінде қабылдадым. Және өткен жерде қалуы керек. Қазір мен өмірге басқа көзбен қараймын. Бәрі мінсіз емес, адамдар қателеседі, сезім өзгереді. Бірақ соның бәріне қарамастан өмір жалғасады. Мен бір нәрсені нақты түсіндім. Кей адамдар сенің өміріңде мәңгі қалу үшін емес, сені өзгерту үшін келеді екен.